сендер айттыңдар жаңа өлең дедіңдер, иә? Енді осы өлеңді қара сөзбен айтып көрейікші. Аспаз не істейді екен? Басында айта ғой. Басына ақ қалпағын киеді. Басына ақ қалпағын киеді. Тағы да тамақ, қандай тамақ пісіреді? Ыстық тамақ пісіреді. Тағы да оны адамдар жайраңдайды, күледі дегенмен аспаздың мінезін қандай екенін білуге болады? Көңіл күйінің қандай екенін білуге болады? Көңілсіз ба, көңілді ма? Түрін біліп тағамның, жолын қуып апамның, үлкен болып өскенде мен де аспаз боламын дегенді өз сөзіңізбен айтып көрейікші, қара сөз. Түрлі тамақты Үйреніп. енді өскенде мен де аспаз боламын. Жарайсыңдар балалар. Қол шапалақтап қояйықшы. Жарайсыңдар. Сонымен балалар, бұл жерде біздің дискрипторымыз өлеңді мәнерлеп жылдам оқу керек болған, және өлеңнің мазмұнын қара сөзбен әңгімелей алу керек.